сәлемгелер. Біз Қаратай Тұрысов атындағы номер 53 мектеп гимназиясының 9-е сынып оқушылары Соколова Алина мен менің сыныптасым Амантай Нұрайым. Біз бүгінгі тәжірибеде алғашқы медициналық көмектерді көрсететін боламыз. Яғни біріншіден жарақаттану. Адамдар негізі отбасымен немесе жақын адамдармен орманға серуендеп немесе тауға шыққанда жарақат алу мүмкін. Яғни жарақат алған негізгі себептері, яғни осы ағаштардың бұтақтарынан немесе құлап қалған жағдайда, басын жарып алған жағдайда, яғни жарақат алынады. Сөйтіп негізінен жарақаттану деп, яғни жалпы айтып отырғанымыз, бұл негізгі адамдардың сыртқы бетінің қабаты ашылып кетуі немесе қанның кетуі деп аталады. Біріншіден, адамдардың қанын кетіп қалған жағдайда біз бірінші мақтаны алып, осы жарақат алған жеріне қатты басып тұру қажетпіз. Яғни қатты басып тұру қажеттің негізгі себебі оның қанды кетіру қажет, яғни тоқтату қажет. Сөйтіп, осы мақтаны басып тұрған жағдайда, осы мақтан белгісін алып, басын қатты байлап тұрып, айналдырып, байлау қажет. Сөйтіп, адамның негізгі денесін осылай тыныш сақтау қажет. Сөйтіп, басқа адамдар осы жедел жәрдемді міндетті түрде шақырып, осыны алып кету қажет. Келесі ісіп қалу. Негізгі адамдардың осы орманға немесе серуендеуге шыққанда ауа райы негізгі күн салқын болады. Яғни күн салқын болған жағдайда адамдар көп жүргенде осы денелері ісіп қалады. Негізі ісіп қалу бұл адамдардың осы ішіндегі организмдердің температурасы төмендей бастайды. Ісіп қалған жағдайда адамдар негізгі жылы жерге барып, немесе қалың киініп, немесе оранып тұрып, жылы денесін жылы ұстау қажет. Жылы ұстаған жағдайда олардың негізгі осы дененің температурасын көтеріп, яғни судың негізгі ыстық сусындарды ішіп тұру қажет. Сөйтіп, және де, ал егер адамдар қатты суықтаған кезде осы терілерін ісіп қалған жағдайда, яғни терісіне осылай терінің жылыту қажет. Келесі бұл адамды улы жәндік немесе жылан шаққан кездегі алғашқы көмек көрсету. Адамды улы жылан шаққан кезде оны осылай көлденең жатқызып, дұрыстықта жатқызу керек. Және де дененің қозғалмауын қамтамасыз ету керек. Себебі дене қозғалған кезде бұл ағзаға дереу тарап кетеді. Егер аяқты шаққан барысында оларды осылай тіреп киінеді, ал қолды шаққан барысында осылай біткен күйінде ұстау қажет. Сонымен қатар денедегі уды сорып шығару деп отырғанымыз бұл осы шыққан жерлерді саусақпен басып, ауызбен сорып шығарып тастау керек. Ал егер адам жалғыз болған жағдайда, ол оны уды өзі шығару қажет. Сонымен қатар тағы да көптеген сұйықтықтар ішу қажет. Келесі екіншісі бұл адамның қол сүйегі сынған жағдайда. Адамның қол сүйегі сынған жағдайда жедел жәрдем дереу шақыру керек, және де жедел жәрдем келгенше осыларды денені қозғалтпау керек, және де арнайы бір бұтақпен немесе қатты таяқпен алып, мақта бинтімен қаттылап орау керек, және де қозғалмауы қажет. Және де келесі бұл адам талып қалған жағдайда. Адам естен тану деп отырғанымыз бұл адамның қан қысымы көтерілген жағдайда, және де ағзасында су мөлшері жетіспеген жағдайда адам естен таниды. Адам естен танған кезде оның санасына келтіру үшін арнайы сумен және де спиральді спиртпен санасына келтіру керек. Ал егер санасына келмей жатқан жағдайда, сол адам санасына келмей жатқан жағдайда біз саусақпен алып, мойнына қойып, тамыр соққысын тексеру қажет. Егер тамыр соққысы бар болса, онда оны бір жағына жатқызу керек. Себебі адам құсқан кезде тыныш қалмауы керек. Сонымен қатар бүгінгі тәжірибеде, яғни алғашқы медициналық көмектерді біз осылай сіздерге таныстырдық. Яғни өздерінің денсаулықтарын сақтап, аман есен жүргізді. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет.